Маңғыстау облысында оқушылардың жаппай улануына байланысты қылмыстық іс қозғалды. Сотқа дейінгі тергеп тексеру жұмыстары басталған. Соңғы мәліметке сенсек, іші ауырып, дене қызуы көтерілген 67 бала медициналық көмекке жүгінген. 52 науқас ем-домды үйде, 13 оқушы ауруханада қабылдап жатыр екен. Олардың жағдайы бір қалыпты дейді дәрігерлер. Еске салайық, Мұнайлы ауданында нөмірі 8 мектептің 21 оқушысы кешкі уақытта жедел жәрдем шақыра бастаған. Дені ішінің ауырып, дене қызуының көтерілгеніне шағымданыпты. Облыста жедел жұмыс тобы құрылды. Мәселе облыс әкімінің бақылауында. Қазіргі уақытта барлық құзырлы органдар жұмыстарын жасауда тексеру жұмыстары басталды. Тұрғындар егерде улану белгілері болатын болса, іш ауыру, су, тағы да бас ауыру белгілері болатын болса, өзін емдеумен айналыспай медициналық көмекке, яғни жедел жәрдем